Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез дайын болатын, қайнатылмайтын, өте оңай, дәмді және жұпар иісті сарыөрік тосабын әзірлейміз. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қыста рахаттанып жейсіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 2 кг сарыөрік, 2 дана апельсин, 1 дана лимон, 1 кг шекер және де пластик ыдыстар қажет болады. Алдымен сарыөріктердің ортасындағы сүйектерін алып тастаймыз. Одан кейін лимонның, апельсиннің цедраларын пышақпен кесіп аламыз. Лимонның, апельсиннің ащы дәмі шықпас үшін ақ қабақтарынан тазартамыз. Енді ортасындағы сүйектерді алып тастап, орташа бөліктерге бөлеміз. Сүйегі алынған өріктерді блендерге салып айналдырамыз. Оны бөлек мискаға салып аламыз. Ендігі кезекте блендерге апельсинді, лимонды және цедраларын салып, бір келкі масса болғанша айналдырамыз. Мискаға құйып, бетіне шекер салып, жақсылап араластырамыз. Шекер ерігенше 2 сағатқа қоя тұрамыз. Біздің тосабымыз дайын. Пластик ыдыстарға құйып, мұздатқышқа салып қоямыз. Ас болсын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыста рахаттанып жейсіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.